Сәлем, қалдарыңыз қалай? Жалпы бүгінгі видеода менің тұрмысқа шыққаныма 6 жыл болған, және де осы 6 жылда түйгеніммен тұрмысқа шықпаған қыздарға алдымен жалпы тұрмысқа шықпастан бұрын, үйленбестен бұрын не нәрселерді ескеру керек, осы нәрселер туралы өзімнің белгілі бір түйгендерімен, түсініктерімен бөліспекшімін. Ол нәрсені біз қазір макияж жасап отырып жасайтын боламыз, чтобы вам не было скучно. Жалпы мен өзімнің осы влогымда, подкасттарымда көп даму, самореализация туралы және де ақша тақырыптарында өте көп ақпарат беремін, бірақ та осы тұрмыс тақырыбында, жаңағыдай қарым-қатынас тақырыбында өте аз видеолар жазамын. Себебі жалпы кішкене қорқақтаймын бұл темаларға кіруге. Себебі жалпы қарым-қатынас, ер мен әйелдің қарым-қатынасында ешқандай ереже болмайды, тек қана белгілі бір өздерінің құрған ережелері болады деген 6 жылда осындай түсінікке келдім. Яғни әр адамның өзінің бақытты болатын бір ережелері бар, және де егер екі адам, ер мен әйел, сол ережелерде өзін бақытты сезінсе, ешқандай да бір коучтың, ешқандай да бір ақыл айтып жатқан адамның кеңесі ол жерде роль ойнамайды. Яғни ол адамның айтқаны дұрыс емес, сен өздерің бір-бірлеріңмен өздеріңді қалай бақытты сезінесіңдер, осы нәрсе дұрыс. Бірақ та ең алдымен сіздерге мына нәрсе айтайын. Мысалы, дәл қазір осы видеоны, возможно, тұрмыс құрмаған әлі қыздар көріп отыр, және де сіздерге ең алдымен тұрмысқа шықпастан бұрын, тіпті жігітті кездестірместен бұрын дейікші, ең бірінші кеңесім алдымен өзіңді тану. Мен қатты осы нәрсеге көңіл бөлу керек деп есептеймін. Мысалы, менің айналамда қаншама жаңағыдай тұрмыс құрмаған қыздар бар. Мен оларға үнемі айтамын, алдымен өзіңді танып ал, алдымен өзіңді танып ал. Себебі не үшін өзіңді тану керек? Өзіңе не керек екенін білу үшін. Себебі өзіне не керек екенін білмейтін қыздар жаңағыдай дұрыс емес жігітті таңдап алуы мүмкін да. Өзіңді тану деген қалай? Мысалы, сен қандай адамсың, обычно по жизни сен қалай қимылдайсың да? Мысалы, сен, может, көп шетелге шығатын шығарсың, может, сен домосед шығарсың, может, басқа шығар, может, мынау шығар. Бұның барлығы қиындату емес, бұл наоборот. Қазір қиын болғанымен отбасылық өмірді жеңілдету дейінші. Өйткені мен қазір отбасылық өмірде сүріп жатқаныма 6 жыл болды. Алдыңда не күтіп тұрғанын білмейсің. Мысалы, ол адам қандай болып шығатынын білмейсің деген сияқты. Сол себепті алдын ала сен өзіңнің кім екеніңді анықтап алуың керек та. Сен не қалайсың? Сен 5 жылдан кейін қандай өмір сүргің келеді, қандай адаммен бірге сүргің келеді, ол адамнан не күтесің? Тек қана мен үлде мен бүлдеге орасын, жаңағыдай тек маған гүл алып бере берсін, ондай нәрсе болмайды ғой. Сен де бере алуың керек. Отбасы деген, мысалы, қарым-қатынас деген беру алудан, яғни сондай бір взаимосвязьдан тұратын нәрсе. Сол себепті сен алдын ала өзіңді тануың керек. Яғни қандай өмір сүргің келеді, мысалы, не нәрсе маңызды, ал нені қабылдай алмайсың, не нәрсені терпеть не можешь да. Не керегін білетін қызға сондай жігіт кездеседі. Ер адамның психологиясымен танысу керек. Хотя бір кітап оқу керек. Немесе просто жігіттермен жай сөйлесіп көруге де болады ғой, чтобы психологиясын түсіну үшін. Вообще олар қандай адамдар, олар қалай действовать етеді, және де мен не нәрсеге дайын болуым керек. Бір шоқ гүлге бас айналмайтындай өзіңе деген сенімділік керек та, арзан вниманиеге алданбайтындай берік болуың керек. Яғни тұрмыс құрмастан бұрын осы нәрселерге мән беру керек. Бірінші кезекте, получается, өзіңізді танисыз. Мен кіммін, не өмір сүргім келеді, қандай нәрсе болса мен бақытты болам, мен жанында болашақта болатын ер азаматпен бірге қандай өмір сүргім келеді, 2 бала туғың келетін шығар, может, мүлде туғың келмейтін шығар, может, көп балалы болғың келетін шығар. Яғни сенің армандаған өміріңе оның да армандары ұқсас адамға кезігуің керек қой. Осы жерден шығады уже екінші кеңесім менің. Үйленбестен бұрын мен ойлаймын, алғашқы 2-3 ай өте опасный период деп. Неге? Букет на шоколадный период деп айтып жатады ғой, естіген шығарсыздар. Ол қандай период? Ол когда сендер бір-бірлеріңе ғашықсыңдар, анау дейді, сүйем дейді, күйем дейді, сөйтіп сен сөйтіп басың айналып жүрген кез. Я, болу керек ондай нәрсе. Басың айналмасын, сразу кіре салсын есеппен. Ондай жоқ қой. Махаббат деген сондай. Басың айналып, деп жаным десе, күнім десе, деп жүресің. Бастапқы айларда асығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Я, мүмкін бақытты болып кеткендер бар шығар, алғашқы прям не деп айтады, бір апта жүріп ақ бір кездесіп бақытты болып кеттік дейтіндер бар ғой, бірақ ондайлар өте аз ғой. Көбінесе адамдар бір-бірлерін түсінбей үйленгендер үшін жаңағыдай қиындықтарға тап болып жатады емес па? Сол себепті де сіздер сол нәрсенің алдын алу үшін бірінші просто жаныңыздағы жүретін жігітіңізбен немесе үйленбес бұрын, тұрмысқа шықпастан бұрын әбден сөйлесіп алыңыздар. Сенің болашақта көріп тұрған
реальностың оның реальності сәйкес келеді ма? Екеуің бір нәрсені көріп тұрсыңдар ма? Или ол сені үйде отырады деп ойлап тұр, ал сен шалқып шетелде қыдырып жүрем деп ойлап тұрсың ба? То есть осы нәрседе, яғни сен мысалы может реализоваться етіп үй алып андай-мындай деп тұрсың, ол адам мүлде просто үйде жатам, жай үйленсем болды деп отқан шығар. Сол үшін әңгімелесу міндетті деп ойлаймын. Просто әңгімелесіңіздер, сөйлесіңіздер. Мысалы мен жігітіммен 1 жыл жүрдім, тұрмысқа шықпастан бұрын 1 жыл жүрдім, өйткені мен асыққан жоқпын. Мен түсіндім, оның алдында мен өте көп осындай жаңағыдай кітаптар оқыған болатын. Мысалы «Думай как мужчина, поступай как женщина», «5 языков любви» деген сияқты сондай бір орыстардың кітаптарын оқып алдым, орысша кітаптар. И өзім солай кітап көп оқитын адам ғой, енді айналамда мен ойлаймын да маған дұрыс кеңес бере алатын адамдар болған жоқ. Сол себепті мен бүкіл нәрсені осындай подкасттар ол кезде андай в тренде емес, сол себепті мен кітаптардан көп нәрсені алдым. Қазір күшті ғой, подкасттар бар, біреулердің жаңағыдай жүріп өткен жолымен, кеңестерімен тегін ақ тыңдап отыра бересің да. Ол кезде сондай кітаптар болатын менің көмекшім. Және де солай ойладым, мен бірінші бұл адамның психологиясын түсініп алайын. Мен бақытты болғым келеді. Мен жалпы кішкентай кезімде көп нәрсені көрдім деп айта аламын. Одан кейін түсіндім, что маған тұрмысқа шығатын болсам, бақытты болу үшін ғана шығу керек. Маған жылау үшін шығудың қажеті жоқ. Құдайға шүкір, қазір 6 жыл болды. Өте бақыттымын деп айта аламын. Өте бақыттымын. Таңертең тұрғаннан кеш батқанға дейін бақыттымын. Және де сіздердің барлықтарыңызға дәл қазір жаным ашып отырып айтып отырмын да, өйткені білем ғой, ашықтық деген сезімді білем, басың айналу деген сезімді білем. Соның бәрін қоя отырып, ештеңеге асықпаңыздар, бәріне успейте, сөйлесіңіздер. Если сөйлескен кезде сен түсініп тұрсың ба, болашақта бір нәрсе болатын. Мысалы мен қанша парочкаларды көрдім, где вот жігітінің өзі жаңағыдай дөрекі сөйлейді, тіпті қол көтеретінді көрдім. Тағы қандайды көрдім. Мысалы жігіті жаңағыдай бір жаман ойындар ойнайтынды көрдім. Немесе жігіт болып жүріп жүргеннің өзінде изменять етіп жүргендерді көрдім. Оның барлығы прям красный флагтар ғой, уже көзіңе көріп тұр. Бірақ махаббатқа басың айналып, ол сен өзіңмен ғана жертвовать етіп тұрған жоқсың. Осыны түсіну керек. Сен болашақта болатын сенің 1, 2, 3 балаңмен жертвовать етіп жатсың. Яғни сен эгоист болсаң, қазір ойбай, махаббат деп тұрмысқа шығып кетсең болады. Бірақ егер сен ондай болмасаң, саған ойлану керек. Бұл жігіт мені бақытты қыла ала ма? Бұл жігіт болашақта жаңағыдай бақытты бола аламыз ба? Не то, что сен бақытты қылады, бақытты бола аласыңдар ма? Екеуің еще бала асырай аласыңдар ма ертеңгі күні? Деген моменттердің барлығын алдын ала сөйлесу керек. Мысалы, мен тіпті қазір күлетін шығарсыздар, бірақ әр нәрсені бір ойлап, бәрін жаңағыдай енді сөйлесіп жүрмін ғой, мысалы, біз кіммен тұрамыз, біз қандай жұмыс жасаймыз, біз не істейміз деген сияқты да. Біз уже тұрмысқа шықпай тұрып, жаңағыдай осы блогерство дей ма, сондай нәрсені сәл байқап көргенбіз. Өзіміз андай бір Түркістан работа деген инстаграм ашып алдық та, сол жерге 300-400 теңгеден клиенттер алатынбыз, который реклама бергісі келетін, өйткені подписчигін 4000-ға дейін жеткіздік та. Сөйтіп барып адамдар 400 теңге сондай реклама беретін, сөйтіп әйтеуір 4-5 мың сондай табатынбыз. То есть тұрмысқа шықпастан бұрын уже сондай бизнес бастаған болып тұрмыз ғой. Айтқым келгені, сол сияқты сіздерде ана жаныңыздағы адам сіздің қалап атқан өміріңізді сүргісі келіп тұр ма? Еще тағы бір күлесіздер деген момент мынау ғой. Мен тұрмысқа шықпай тұрып, күйеуім екеуміз мынандай бір фильм көрдік. Семья по-быстрому деген. Не үшін десеңіздер, сол жерде екен ана бір семья балалары болмайды да, бала асырап алады. Бір емес, 3 баланы бірдей асырайды. И мен барлық қызда болады деп ойлаймын, қорқатын всегда, өйткені жаңағыдай қыз күнінде сондай бір воспаление деген сияқты аурулар бәрімізде болды ғой, мысалы суықтап деген сияқты. Сосын ойлайтын, мен тұрмысқа шықсам балам болмай қалса, деген қорқыныштар. Ойлаймын, кез келген қызда сондай бір хоп деген қорқыныш болатын сияқты, мен кейін жаңағыдай көтере алмай қалсам ше деген. Сол тіпті сол моментке дейін ойлап күйеумен ақылдасқам ғой, міне вот бізде ертең баламыз болмай қалса деген сияқты ниетпен, сондай қорқынышпен деген ғой. Сол киноны көрсетемін, сосын күйеуім маған айтады, жігітім ғой, сол кезде, Мақпал, бізде бала болмаса, бір баланы асырап аламыз да, өз баламыздай тәрбиелеп шығарамыз. Бір бала болса да 1000 балаға татитын бала қылып шығарамыз деген сияқты айтады. Хотя мен қорқынышыммен бөліскен жоқпын. Сосын барып айттым, менде осындай қорқыныш болған. Сол кезде мен сосын ойладым, екеуміз жақсы көріп тұрмыз, бірақ баламыз болмай қалса қалай реагировать етесің, соның бәрін білгім келді деген сияқты айттым да. И ол айтады, мен де түсіндім сондай қорқынышың бар екенін дейді да, ондай қорқыныш сенде ғана емес, менде де болды деген сияқты. Одан кейін көп жаңағыдай айтатын, мысалы, болашаққа жоспарлары туралы, мақсаттары туралы да өте көп сұрайтынмын. Әсіресе кіммен тұрамыз, финанс жақтарында,
дұрыстап сұрау керек деп ойлаймын. Маңызды ғой бәрібір де. Мысалы, бір қыздар болады, жаңағыдай ата-енеммен тұра аламын, болады деген сияқты. Біреулер болады, мысалы, тұра алмаймын, тұрғым келмейді деген сияқты. Ол моменттердің барлығын тұрмысқа шығып алып, үй алып, 6 жыл, 10 жыл, мысалы, қанша адам жазып жатыр ғой, үйтіп жүрмей, мысалы, басылып, алдын ала просто не қалайсың, сол нәрсені ашылып сөйлесу керек. Ымыраға келу керек, тек өзіңкін айтып, жоқ деп тұрып алу емес, ымыраға келу керек, ортаға тастау керек проблеманы. Вот мен мынандай хочу, не істейміз деген сияқты. И ол өзінің возможно варианттарын ұсынады, солай ортада талқылаңыздар. Яғни құр, мен сені жақсы көремін, сен мені жақсы көресің деп үйленіп кете салудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл деген қаншама үлкен великая связь дейді ғой, енді болашақта балаларың, ұрпақтарыңмен бірге байланысасыңдар, бүкіл әулеттеріңмен бірге. Сол себепті жай деп қараудың қажеті жоқ. Одан кейін бірден тұрмысқа шығып кетпеу. Жігіттер де қыздар секілді жаңағыдай жүріп жүрген кезде өздерінің дұрыс барлық жақсы жақтарын көрсеткісі келеді. Барлық бізде енді деп күліп, мысалы, күштілеп сөйлеп, даже если өзіміз қаламасақ та сөйтіп кетеміз автоматом, өйткені жақсы көретін адамның алдында әдемі болып көрінгің келеді, сызылып жүргің келеді деген сияқты. Вот сол үшін де бірінші түрлі ситуацияларда байқап көріңіздер. Бірге маевкаға барыңыздар, мысалы, бірге, мысалы, достарыңызбен бірге қыдыруға барыңыздар, вечеринкаға барыңыздар, тойға барыңыздар. Әртүрлі ситуацияда көріңіз. Яғни тұрмысқа шыққаннан кейін де әртүрлі ситуация болады ғой. Сол кездерде сіздер вообще қалай болады? Белгілі бір стрессовый ситуацияларда ол өзін как поведет, сен өзіңді қалай? Идеальный пара болу үшін емес, просто осындай да болады екен. Стрессовый ситуацияда ол деп тұра бермейді, ол да ашуланады, ол да дейді, вот осындай адаммен дайынсың ба деген сұрақ қой да, постоянно өзіңе. И сен де, мысалы, стрессовый ситуацияларда не то, что ол да сені көреді. Қандай әйел болады болашақта? Осылай жаңағыдай поведениесі осындай болады, мен дайынмын ба деген сияқты өзіне сұрақтар қояды. Сол кезде тупо шығып кетпейсіздер, тупо үйленіп кетпейсіздер, яғни саралайсыздар да. Мынау не болды екен кірпік? Мен қазір ата-анаммен қыдыруға бара жатсам ғой. Так. Одан кейін міндетті түрде қыздар сенімді жігітті, өзіне сенімді жігітті таңдаңыздаршы. Дәл қазір жүріп жүрген күннің өзінде ой деп қызғана беретін болса, ол күшті емес. Мен білемін не айтып тұрғанды. Мысалы, сіздер дәл қазір жүріп жүрген кезде қызғанса, бір қызық қой, енді күшті да, ой деп қызғанып жатқан, жақсы көріп жатқан сияқты болып, күшті сезімдер да қызғанғаны. Басында солай болады, бірақ үйленгеннен кейін ондай емес. Қаншама әйелді білемін, мысалы, мен қазір курстар өткіземін, білесіздер ғой, блогинг деген курсым бар. Адамдар выпускнойға, жаңағыда офлайн кездесулерге келетін кезде, күйеуім жіберген жоқ, күйеуім жібермейді. Как будто күйеу ата-анасы сияқты, тем более құр кілең қыздар соның өзінде жібермейді. Просто сенімсіздіктің белгісі. Ол әйелге сенбейді емес, өзіне сенбейді. Мына әйелім күшті болып кетеді. Андай-мұндай. Сенімді еркектер, сенімді ер азаматтар өздерін олай ұстамайды. Ол жаза береді, мысалы, ер адамдар комментарийға жазып тастайды ғой, біреу андай күйеуінің вообще несі жоқ екен, өз-өзіне мындай екен, әйелін өйстіп билетіп қойған деген сияқты неше түрлі айтып жатады да, бірақ оның бәрі өзіне просто сенімсіз адамдар. Сенімсіз, өздерінің өмірлерінде сондай бақыты жоқ адамдар ғой. Өздерін бақытты сезінбейтін. Қыз жігіт болып жүргеннің өзінде давай әдем болып жүр, давай өйстіп жүр деп айтатын жігіттермен бірге болыңыздар. Нежели, мысалы, не киіп алғансың, мынау қысқа, мынау бір нәрсе, мынау андай, мынау тылтиған деп сеніңкін постоянно не деп айтады, саған мін тағатын емес, сені әдемі қыл, күшті, көзің әдем болып кетті, фигураң әдем болып кетті, мына көйлек саған құйып қойғандай деп айта алатын өзіне сенімді, өйткені сенімді жігіттер өзінің жанында әдемі, құлпырып, сондай болып жүрген қыздарды қалайды. Сенімсіз жігіттер ғана, қазір мен сказка айтып жатқан сияқты көрінуі мүмкін да, мысалы, жас кезімде өзім қандай едім деп ойлап отырмын да, осындай әңгімелерді қалай қабылдаушы едім деп. Бірақ поверьте мне, мен мына жағында да болған адам, мен түсініп тұрмын не айтып тұрғанды. Мен өте көп әйелдермен жұмыс істеймін, мен қаншама әйелдерге іштей деп қалатын кездерім болады. Неге олай болды деген сияқты. Оның барлығы сол тұрмысқа шықпастан бұрын сөйлесілмеген белгілі бір мәселелерден келген нәрсе да, түсініңіз ғой. Өйткені тұрмысқа шыққаны 10 жыл болған, әлі күнге дейін жаңағыдай өзінің қалағанын кие алмайды, өзінің айтқанымен жүре алмайды. Ол деген сөз емес қой, мен деп кетпейсің ғой, просто мысалы қыздармен барып шай ішіп келуге болады ғой. Или жарайды, ерлер болғанның өзінде не болады екен? Бұл әлемде, в принципе, Құдай әйелдерді, еркектерді жаратқан ғой, мысалы, әйелдер бір үңгірдің ішіне отырсын деп емес. Сол үшін де мен ойлаймын, сенімді адам керек.
сенімді адам, который саған сенетін, өзіне сенетін, сендердің махаббаттарыңа сенетін, өйткені мынаның бәрі күмән сияқты. Сол себепті міндетті түрде қыз-жігіт болып жүрген кезде сөйлесіңіздер осы моменттің бәрін. Сенімді екенін көріңіздер, сенімді жігіттерді таңдаңыздар. Өтірік кеудесін керген емес, сенімді, сені жақсы көретін, сені аялайтын, ұрыс-керіс болмайды емес, болады. Тек олардың бәрі минимальный болады, және де бір-біріңді түсіне отырып болады. Жақсы көре отырып болады. Мысалы, біз күйеуіміз екеуміз сөзге келмейміз емес, түсініспейміз. Көп жерде түсініспейтін жерлер болады. Өйткені, видите, ол бөлек бір ғимарат, мен бөлек бір ғимаратым, бөлек әлем, екі әлем бірге өмір сүріп көреді, қиындықтар басталады. Бірақ ол қиындықтар мына менің айтып өткендерімнің жанында бір незначительные. Сол үшін міндетті түрде тұрмысқа шықпастан бұрын осы нәрселерді, мен айтқан нәрселерді міндетті түрде ескересіздер деп ойлаймын. Жалпы бұл видео солай дайындықсыз, алдын просто пост жазғам, соған қарап қойдым, анда-санда өзімнің ішімнен шықты. Шынымен де қаншама қыздардың, осы қазақ қыздарының бақытты болғанын, бақытты болуды таңдағанын, тұрмысқа шығып басып қалмағанын, өздерінің қалағанымен, өз жаңағыдай ішіндегі діттеген мақсаттарына жеткендерін қалаймын да. Өйткені 70-ке дейін, 80-ге дейін біреудің айтқанын істеп, біреудің кидеген киіп өліп қалсаң, өзіңе обал деп ойлаймын. Өйткені Құдай бізге өмірді күйеуімізге емес, өзімізге берді ғой. Және де сол өмірді бақытты болып өмір сүруге, сүріп өтуге әр әйел құқылы деп ойлаймын. Егер видеодан осы инсайт алсаңыздар, міндетті түрде комментарийға бөлісіңіздер, және де Инстаграм парақшама жазылыңыздар. Онда мен жалпы оңай өмір сүру, блог жүргізу туралы көп айтамын. Ал YouTube парақшамда даму, осындай өзімнің кеңестермен, өмірден түйгендермен көп бөлісемін. Всем пока-пока.